Достар, қалайсыздар? Сіздерге арнап күшті влог түсіріп жатқанбыз ғой. Влог бастаған болатынбыз. Сонымен Альбинаны жоғалтып алып, Альбинаны іздеп жүрміз ғой. Әкесі арғы нелерге кетті. Зал дейма, не дейді? Арғы парниктерге кетті, короче. Біз екінші парниктің ішінде жүрміз. Іші өте кең. Осы жерде тығылмашақ ойнаған болатынбыз. Жоқ па? Осы жерде достар тығылмашақ ойнаған болатынбыз. Мен екеуін тығып кеттім, тым жоқ. Осы жерге отырғызып кеткен бе едің? Жоқ па енді? Әкеңе звондадың ба? Таппапты ма? Жоқ, таппадым әлі. Ол кейде Альбинаның сондай әдеті бар, үйде ойнап жүрген кезде тығылып қалатын әдеті бар. Сол өстіп тығылып отқан шығар деп қуыс-қуыстың бәрін іздеп жүрміз ғой. Үйде ана шифонердің ішіне тығылып қалады, тығылған жерінде ұйықтап қалады, столдың астына кіріп тығылады да, сөйтіп сол жерде жатып ұйықтап қалатын тұғын. Альбина! Мынандайлардың арасына кіріп кетпесін, бізден тығыламын деп ше. Баяғыда үйге тура солай іздеп едік. Иә. Ауылда да солай тығылып қалған кезі бар тұғын. Времянкаға кетіп қалған, ұйықтап қалған, сосын сол жақта. Иә. Ауылда жүрген кезде жасы 3-те еді, 2,5-3 жасында ғой. Бізден үстіп тығылып қалып, біз оны әбден іздеп таппағанбыз ғой. Мына жақта келіп жатқан, кетіп жатқан адамдар өте көп. Бізді бағанал бері сандалып не істеп жүр деп жатқан шығар. Мына жаққа кіріп кетуі мүмкін ба? Мүмкін емес шығар, иә? Альбина! Оля, мына қыз тура қайтамыз деген кезде ше. Қайтпай мен мынаның іші ұнап қалды деп жүреді жаңа. Естің ғой? Осының ішіне төсек салып беріңдер, мен жатамын, ұйықтаймын осы жерде деп еді. Көріңізші. Жоқ, кірамайды жанса, иә. Бұның ішіне ол точно кірамайды, қорқады. Мына жердің бәрін жаңа тығылмашақ ойнағанбыз ғой. Күшті жер екен, біраз уақытымызды осы жерде өткізейікші, кислород жұтайық біраз деп жоспарлап келіп ек балалардың демалысында. Сонымен Альбина біздің жоспарымызды желкемізден шығарып жатыр ғой. Альбина! Ой, бұрма, қандай қыз бұл, а? Бір жерде тығылып отыр. Әкесі сыртта іздеп жүр. Ұйықтап қалғым жоқ. Сыртта әкең мен Ерасыл жүр ғой, ә? Точно, ә? Аяла болса, ол Мұхаммед баба басқа жағдай. Альбина! Жоқ, ол теп-теп болып қаға кетіп қалады. Адасып кеттім екен, ә, бізден. Альбина айтпақшыдай, мына жерге төсек салып алып, тапчан болса ғой. Иә, мына астында ше, мына жерде тапчан болса, или бір кроват әкеп жатқасаң. Прям кислород айта алмайым ше, енді күшті мына кислород. Шығыс жақтың, Алматы, Шымкент жақтың адамдар түсінбейтін шығар онша. Олбай біз итакта жап-жасылмыз ғой деп, ал бізде Ақтаудың тұрғындарына бұл жаңалық қой, короче. Қайсы? Альбина! Мынаның ішінде не тұрған екен? Мә, достар, Альбинаны іздеп жүріп, өзіміз қызығып, мынаның ішін аралап кеткеніміз қалай кетті? Қай жерге? Нарға кішкене одеял төсеп алып ұйықтасаң болады. Неше түрлі талдар бар. Альбина! Альбина! Құстардың дауысы бір күшті. Күшті шығып. Альби! Ерасылға звондаш. Мүмкін тауып алып, ішін аралап, өзімен өздері ойнап кеткен шығар, звондаш Ерасылға. Барма қастарыңда деп. Артымнан келе бер сосын. Әр жерден кішінде балдардың дауысы шығады, жүгіріп барсақ, бөтен аралап жүрген адамдар болып шығады, короче, сондай болып жатыр. Шли, мынандай жерлерге кіріп кетпейтін шығар. Осы әкең қасында алып, отқан жоқ па? Тығып, бізге пранк ұстап, біраз іздесін деп атқан шығар мүмкін. Мүмкін емес қой, қашта енді ол ұзақ отырмайды ғой бүйтіп. Сұра енді звонда. Жоқ дей ма?
Жоқ. Жоқ, Альбина, әлі жүріп дейді әке. Жүр сыртқа шығамыз ба енді? Жоқ қой, бәрін араладық қой. Мына пальманың бәрін аралап өзбіше болып отырамыз ба десек, желкемізден шығарды ғой мына бала. Альбина! Мұхаммед бар ма екен қасында ең болмаса? Әкеңнің? Қасында. Аяланың қасында жүр ме? Анау адамдардың арасын көрші. Қоян қызықтап кеткен жоқ па? Жоқ, басқа адамдар жүрген. Аяғым талып кетті сенде. Сен аяғың талып кетті. Альбина! Менің нервым талып кетті. Екінші шығармайым ше. Өзім келіп кететін жер екен. Тығылмашақ ойнадық достар, осының ішінде. Мини фильм түсірдік, Баба Яга туралы. Өте қызық шықты. Отбасыларыңызбен келіп демалып кететін жер екен. Нағыз. Мына жерде отырасыздар, жасыл жерде кислород жұтып демалып кететін жер екен, нағыз. Ақтау тұрғындары болсаңыздар, осында келіп демалып, немесе Ақтауға қыдырып келе жатқан болсаңыздар, осы жерге келіп 1-2-3 сағат демалып кетуге болады. Мұхаммедті жолдан алып алдық. Альбина! Альбина! Альбикон! Мақау! Достар, біз білмеген сый салдық енді. Ерасыл тауып әкелдім деді ғой. Қаяқта жүрдің? Біз бағана іздедік қой жерді. Біз о жерді іздедік қой, қайда бардың? Сосын мен сыртқа қайтедім да ана жаққа бардым. Сосын қайтедім. Бізден қашып жүрдіңдер ме? Сосын ана жақта ұйықтадым. Иә, сөйттің ба? Достар, бұл қызды біз сыртта жаңа апасы отырған, үлкен апа осы жерге кіргізіп отырған апа ғой, билет беріп. Сол апаның қасында барып қалсақ, сәбі жеп отырған. Сосын Ерасыл әкеліп, мама мен тауып алдым, сіздер іште жүре беріңіздер, сөйтіп Альбинаны іздеген сияқты болып, сіз бізден тығылған екен. Тауып алдым, апасының қасында сәбі жеп отыр деп. Иә, сосын. Сонымен мына жерге әкеп тұрғызып қойған ғой, сонымен біз соңғы жағын сценариймен өтірік іздей салдық. Бірақ негізінде шынында да жоғалтып алдық. Біз влог түсіріп жүргенбіз ненің ішінде. Бұл бізбен, бұл Ханшайым ойнапты осылай. Альбина, маған қара, сенің бүгінгі жасаған тірлігің дұрыс емес. Маған қара. Маған қара. Сенің бүгінгі жасаған тірлігің дұрыс емес. Ендігіде маманы ескерт мақыл. Мама, мен аяғым ауырып кетті. Мен апаның қасында отырамын деп айт мақыл. Мен білейін, жарай ма? Біз іздедік қой, сен аяғымыз талып кетті ғой. Келістік па? Үйтіп мамаларды ескертпей шығып кетуге болмайды. Мынаның ішінен шықпа деп айттым ғой, саған кислород жұт деп әп келдік қой саған. Не істейміз қыздар, Каспийге барамыз ба? Иә. Енді Каспийге барамыз, Каспий күннің астында ыстық. Ал мына жер кислород. Павлинге келдік. Аяла күтіп, қашан қанатын жаяды екен деп. Осындай әдемі павлиндерді көріп жүрміз. Ұнады ма, балдар? Ұнады ма мына? Ауасының өзі бөлек болып тұр ғой. Ақтау Гарденге келіп, демалып кетсеңіздер болады екен. Ал? Әдемісін айка. Әні. Жан сәй сүртке түсірбасаң болады. Біздің балдар осыны күтіп жүр ғой, бағанағылар сүртке түсіремін деп. Мына жерде де әдемі аппақ кептерлер бар екен. Иә? Билеп жатыр ма? Биле. Біздің балдар Шымкенттегі зоопаркты сағынған ау. 1 жылдан бері. Былтыр барғанда сендер зоопаркқа апармаппы, не? Биыл барғанда барамыз зоопаркке. Әні. Вау! Билейді екен дірілдетіп. Кеттік ал. Жүріңдер. Күшті, ұнады. Біз былтыр келген кезде неге білмегенбіз Ақтау Гарденді. Осындай әдемі жер бар екен, білмеппіз.
алдымнан шыққан шығар инстадан, бірақ білмейді екенмін мен. Осындай парниктің іші. болса келсе болса мен мақтан беретін сияқты аналар алдына тұрғылды да келді. Жеңдер кетік аралайық енді. Ар жақтарды аралайық. Ішіне кіріп демалып жатырмыз ғой кәдімгідей. Кислороды бөлек қой мына жердің. Ерекше мынандай өсімдіктері бар. Мынау неге ұқсайды екен, я? Анарға, я, гранаттың жапырағына. Бірақ бөлек зат ау деймін, бұл ондай емес. Менің есік алдында осындай анар өсуші еді бұрын. Бұл гүл сияқты. Бүршік атып тұр гүл сияқты. Не ол? Жатсай бар. Мына жақ Майами болып жатыр ғой. Пляжда жатқандай. Жансая, мұнараға да біраз фотосессия жасап алсаң болады екен. Қайда, қыздар? Иә. Ал, жат. Тасқа құлақ қалма, ұстап жат. Ал. Прям керемет. Просто аспанына қара қалсаң, аспаны кленка демесең, а так кішігірім бір орманда жүрген сияқтымыз. Не қылды? Ана жерге бізде Жансая еркелеп жатыр. Бесікте жатқандай. Тасқа баң күтпе. Бола ма? Аяланың кезегі. Әлди, ақ бөпем. Кезегін бізде енді Альбинада күтіп тұр. Мама күшті бесік екен деп қояды. Благодаря Талгардам я делаю место, куда бы люди пришли. Это культурный туризм. Место притяжения. То есть этот степной арт — это единственная галерея в мире. Я один, который работает в этом направлении. Почему? Потому что мои коллеги-прикладники, они делают что-то, например, находят какую-то корягу, похожую там, на змею, делают змею там, или на бабу-ягу делают. То я ничего не переделываю. То есть я рассказываю. Это амулеты, заряженные на счастье, здоровье. Дайская тамга. Да, интересно, да? Такие много совпадений очень интересных. Да. Вот как-то. И, соответственно, я делаю и здесь мастер-классы для детей, там, для взрослых. Мастер-класс чего? Учите вот эти? Да, это можно сделать, можно собрать, там, на самом деле, для детей. Бағана Мұхаммед осы нені тасбақаны көре алмай жүреді, мені көрдің. Көрдің ба? Шықты әні судың бетіне. Мені анау әні тұрқы көрдің ба? Судың бетіне шықты әні. Жаңа біз келгенде бұлай судың астында жүрген. Бола ма жазда сендерді зоопаркке апарайыншы, зоопаркке апарсам ауыздарың ашылып қалайын деп тұр ғой екеуіңнің, е? Бұл екеуін апармадық біз, зоопаркке. Бұл екеуі кішкентай еді, по-моему, ше зоопаркке. Мамам тасбақан алдап қоймысын қойған ба? Аспан. Теңізде жүрмін деп ойласын деген шығар, ар жағында фонда айтып жатыр. Кеттік жүндер, ал. Кеттік. Достар, бізге жалпы Гардиан Ақтау қатты ұнады. Бала-шағамен келіп, серуендеп жүруге болады екен. Кәдімде кислород жұтып жатырмыз ғой. Өте әдемі жер. Бірінші микрорайонда Приморская деген, Ақтаудың Приморская деген жерінде ғой. Короче, Целинская деген көшеден тауып аласыздар. Өте күшті жер, қатты ұнады. Біз жүргенімізге уже 2 сағат болып қалды. Уже далаға шыққымыз келмейді. Ана кислородтың ішінде жүре бергім келеді екен. Өте күшті. 3 сағат болды ма? Кетті, енді ана бірінші неге кірекші. Мынау 3-ші, я? Или 4-ші не ма? Парник ау деймін. Біріншісі ұнаған еді маған, қатты салқыншы. Міне ғой достар, мына жерде сәбіз сатады. Іштегі кроликтерге арналған, жаңа қояндарға. Бүгін адамдар демалыс болған кен өте көп. Ішінде адам, ығы-жығы.
осы жерде отыр ғой менің аялам. Аяла. Жүре, бер кел. Альбин, Мұхаммед жүр. Ол қояндардың тамағы ғой. Аяла, Альбина осы жерде отырған ғой жаңа. Жүр. Осы жерде отырдың ба жаңа? Апаң қасында отырдың ба? Жүр. Жансая, Альбинаның қолынан ұстап аш, тағы да тығылып қалмасын. Осындай. Бірінші зал, бірінші парнигі осы. Жасыл шырша. Шыршалар әлеміне кіреді екенсің бұл жерде. Білуімше сатылады да ау деймін көшеттері. Ағылды аралап қойдың ба? Бізде Жансая бағына суретке түспеген. Жансая келсей. Ау. Қарын аштау деймін біздің Мұхаммедтің. Кешке дейін жүре берсең де өкінбейсің мына жерде. Просто кафе жоқ. Болды, қарның ашты. Қазір кафеге апарам сендерді. 1, 2, 3. Біздің Жансая переход жасап шашап жүр өзімен өзі. Каспийге келдік, бүгін күн күшті болып тұр. Жүндер ал кетіп пикник жасауға келдім мына балашаға. Сәкес екеуміз қарап отырамыз. Баспа люкты. Мына өте апасын ше қараңдаршы, қимылдап тұр. Достар, біз мына жақтан келдік қой жаңа. Осы жақтардан келдік. Ақтау Гарден осы жақта екен. Бұлай айналып. Осы жерді ұнатамыз өзіміз. Өзімізге Ақтаудың мына жағалаудың бәрі адам тола ғой. Бізге осы жер ұнайды. Кеттік жүріңдер. Ал. Я, әдем болып тұр. Кеттік, өзіміздің ана отыратын неміз бар еді оған. Лестницамыз. Кеттік, сол жерде пикник жасайсыңдар. Жүріңдер. Пикник жасаймыз ба? Давай. Жолдан пицца алып алды, сок алып алды балдар. Ал, жүрек жалғап алыңдар енді.